Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, эфирде төрелік бағдарламасы. Жылжымайтын мүлікті заңдастыруға қатысты мәселе өте өзекті. Жер телімін алып, оған құрылыс жұмыстарын жүргізгеннен кейін не болмаса шаруашылыққа пайдаланған соң, оны заңдастыруға келгенде салғырттық танытатынымыз шындық. Бұл мәселені реттеудің тетіктері қандай? Заң талаптарын орындауға неге құлықсыздық танытамыз? Төрелік хабары студиясының алаңына бүгін біз Қорғалжын аудандық сотының төрағасы Данияр Дидарбекұлы Темірхановты шақырып отырмыз. Данияр Дидарбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жылжымайтын мүлікті заңдастыруға қатысты қарым-қатынастар қандай заңдармен реттеледі? Әңгімемізді алдымен осымен бастасақ. Қазіргі таңда осы біздің елімізде бұл қоғамдық қарым-қатынастар әртүрлі заңдармен реттеледі. Ең бастысы ол ата заңымызда көрсетілген жылжымайтын мүлік жеке меншікте және де мемлекеттік меншікте бола алады. Заңдардың иерархиясына жүгініп айтсақ, азаматтық кодекс, жер кодексі, сәулет туралы заң және де жылжымайтын мүлікті тіркеу қағидаларын бекітетін заңдар және де басқа да заңдармен реттеледі. Мысалы айтқанда, банктар туралы заңында және де ипотека туралы заңында осы жылжымайтын мүлікті кепілге қою тетіктері реттеледі. Және де тағы да басқа заңдарда жылжымайтын мүлікке қатысты нормалары бар, солармен реттеледі. Жылжымайтын мүлікті заңдастыру қағидаларына жататын негізгі нысандар қандай? Қолданыстағы азаматтық кодекстің 117 бабының нормаларына сай жылжымайтын мүліктің келесі нысандары бар. Ол енді мысалға айтқанда жер телімдері, сонымен қатар үйлер, ғимараттар, жерде тұрақты тұратын нысандар, сонымен қатар енді пәтерлер бөлек тіркелген жағдайда оларда осы нысандардың бірі болып табылады. Және де енді бұл жерде айта кететін жайт, физикалық тұрғыдан жерге тұрақты тұратын емес заттар, оларда жылжымайтын мүлік болып саналады. Мемлекеттік тіркеуден өтсе, ол әуе кемелері және де су кемелері, магистральдық желілердің тетіктері, ғарыштағы станциялар, оларда тіркелгеннен кейін жылжымайтын заттар болып саналып, сол саладағы заңнамамен реттеліп, мемлекеттік тіркеуге қойылғаннан кейін оларда жылжымайтын мүлік есебіне енеді. Көп ретте заңдастыруға келгенде асықпайтынымыз рас. Жылжымайтын мүліктің кез келген түрін тіркеуден өткізу үшін алдымен қай органның қызметіне жүгіну қажет? Көп ретте осыны білмей жатамыз да, кез келген меншік түрін заңдастыруда көптеген қателіктерге ұрынып жатамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, енді жаңа айттым ғой, көп заңдармен реттеледі деп. Ең бірінші жер үй салған жағдайда салмай тұрып жер телімін алу керек. Ол жер кодексінің 50-ші бабымен реттеледі. Сонымен қатар 35-ші бапта көрсетілген. Қазіргі таңда бұл жерде заң талаптары өзгеріп, 35-ші бапта жер телімдерімен спекуляция жасамау үшін мемлекеттік тарапынан өте дұрыс заң нормалары қабылданды деп өзім ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда бірінші жер телімін уақытша жалға алынады, 3 жылға дейін беріледі. Осы уақытта жер телімі үй салу үшін, жер үй салу үшін берілсе, ол жер үйді салып, сол мерзімде, содан кейін оны заңдастырып, сосын бірақ жер телімі оған жеке меншікке сатылады. Осы жер телімін алғаннан кейін үй салам деген азамат сәулет және қала құрылыс бөлімдеріне барып, сол жерден сәулет тапсырмасын алады. Сол жер телімінде үй салуға мүмкін бе, соны тексертеді, жаңағы сәулет тапсырмасын алып, омен жоба мекемесіне барады. Сол жерде эскиздік жоба жасатады. Осындай құрылыс салайын деп едім, осындай үйімнің келбеті осылай болады деп. Содан кейін сол жобаны қайтадан сәулет бөліміне барып, эскиздік жобаны бекітіп, одан кейін осы құрылыстың өзін жасап, құрылысты бітіргеннен кейін сәулет және қала құрылыс бөліміне келіп, қабылдау актісін жасап, оны мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ол жер үй заңдастырылды деп табылады. Осындай бірнеше кезеңдер бар. Қазіргі таңда енді кейбір адамдар салғырттық көрсетіп, жерді алмай тұрып салып, қолайсыз жағдайларға түсіп жатады. Өйткені жер телімі берілмегеннен кейін келешекте ол жердегі салынған құрылыс заңсыз болып табылып, оны алып тастауға тура келіп жатады. Тәуелсіздік алған жылдар ішінде еліміз бойынша 2 рет легализация жүргізілді. Бірақ осы науқанның өзінде оның игілігін көріп жатқандар аз ғой. Мұнда да жаңағы қарапайым халықтың
заңның тетіктерін білмеуінен ғой. Бұл жерде енді айтатын жайт, мен енді өз сот тәжірибемде көргенім, Қорғалжын ауданында бұл өте көп кездесіп жатыр. 3,5 жыл уақыт жұмыс істеген кезде легализация актісін бір-ақ рет көрдім. Демек, бұл жерде халықтың басымы мемлекет тарапынан берген мүмкіншілікпен ешқалай пайдаланбағаны көрініп тұр. Жұмыс барысында адамдар келіп жатады. Мен сол кезде ол кісілерге легализацияны неге өткізбедің деген сұрағыма, ол не деп сұрайтындары бар. Оны естімегенді, білмегенді, енді осындай салғырттық халықтың арасында кездесіп жатыр. Легализация шынымен жақсы мүмкіншілік болды. Ол кезде ешқандай көп құжат жинамай, жаңағыдай ескіздік жоба, сонымен қатар жер телімін алмай, барлығын бір-ақ құжатпен, бір арызбен шешуге мүмкіншілік берілді. Бірақ енді жасамағандарға қазір кішкене қиын болып отыр. Өйткені қазіргі таңда адам өзінің құқығын сол жылжымайтын мүлікке, мысалы өз үйіне соны іске асырайын десе, ол оны сата алмайды, өйткені құжат жоқ. Мұрагерлікті ол мүлікке қабылдай алмайды. Тағы да басқа да бір енді азаматтық тұрғыдан бір өзінің меншік құқығын пайдаланғысы келсе, ол меншік құқығы қазіргі таңда заң талаптарына сай жоқ деп айтуға болады. Жерге қатысты дауда көп, оның төңірегінде шешілмей жатқан мәселе де аз емес. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Көп ретте ауылдағы ағайын өзіне тиесілі жерін рәсімдеуге салғырттық танытып жатады. Кейін заң талабына бағынғысы келмейтін фактілер де бар. Бұл мәселені реттеудің тетіктері қандай? Қазіргі таңда енді бұл істер көбінесе мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотта қаралып отыр. Бірақ енді бізге де жеке қабылдауға келіп жатқан азаматтардан біз де оны біліп отырамыз. Қазіргі таңда біздің ауданда бірнеше осындай істер болып жатыр. 90-шы жылдағы алынған пай үлес құжатымен қазірға дейін менің құқығым бар деп соны даулап жүрген азамат бар. Үлкен адам 70-ке тақаған. Ол кісіге түсіндірсін, ол кісі мен осы құжатым бұл заңды деп қазір бірнеше соттан оң нәтиже алмай сол жерден айырылып жатыр. Ол қазір әкімшіліктің құзырына өтіп кетті жер. Бірақ енді әкімшілік ешкімге берген жоқ қазіргі таңда. Бірақ дегенмен де ана кісі соны қазіргі заң талаптарына сай заңдастыруға еш әрекет етпей соттасқан жолын қуып жүр деп айтуға болады. Осындай қазіргі таңда проблемалар бар. Ол құқықтық нигилизмге байланысты ма деп өзім сөйтіп болжаймын. Данияр Дидарбекұлы, мынау ешқандай рұқсатсыз салынып жатқан құрылыстың жыл сайын көбейіп жатқаны белгілі. Қорғалжын ауданы бойынша осындай келеңсіздіктер орын алды ма? Жалпы қанша азаматтық іс қарадыңыздар? Дәл осы сұрақ бойынша бұндай келеңсіздік Қорғалжын ауданында кездескен жоқ, ондай болған жоқ, ондай іс қаралған жоқ. Дегенмен де ондай жағдайдар мына біздің көршілес аудан Целиноград ауданында көп кездесіп жатады. Елордаға жақын бір, екіншіден ол жерде шет елінен келіп жатқан өзіміздің қандастарымыз, ол жақта ондай заң талаптары қажет емес деп солай салып, сондай бір қолайсыз жағдайлар жасап жатады. Біздің ауданда ондай болған жоқ. Біздің ауданда жер алуға қиыншылық жоқ деп мен өзім ойлаймын. Өйткені заңды түрде арыз берсе, бос жер ауылдарда да, аудан орталығында бар, содан алуға болады. Бұл тұрғыдан біздің аудан үлгілі аудан деп айтуға болады. Тағы бір мынандай мәселе, шаруалар соңғы уақытта жайылымдық жердің тапшылығына қатысты көптеген дау айтады. Бұның жағдайы қандай сіздерде? Бұл жағдай өте күрделі. Шынымен қазіргі таңда осы ауылдың қасында жерлерді, жайылымдерді сонымен қоса шаруашылықтарға беріп қойған. Шаруашылықтар ол жерде өзінің жұмысын жасайын десе, ауылдың тұрғындарының малын жаятын жер жоқ. Сол себепте бұндай сұрақтар өте көп кездесіп жатыр. Біз енді ауыл тұрғындарымен кездескен кезде осындай сұрақтарды көп айтып жатады. Енді бұндай даудар да болды. Бітімгершілікпен шешілді. Өйткені жаңағы қожалыққа басқа жақтан жер беріліп, ауылдың қасындағы жерін тапсырды. Осындай бір практикада болды бізде. Сотқа дейін жетпей, бұл медиация жолымен шешілді, иә? Шешілді. Менің ойымша өте дұрыс шешілді деп ойлаймын. Өйткені енді шынымен ауылдың қасында қожалыққа да тиімсіз, және де ауыл тұрғындарына да тиімсіз. Ол жерде шыға берісте қожалықтың жері болған, мал жаятын жер жоқ. Сол үшін малды қазір олар өзі сол жерде жайып жүр, а қожалық ауылдан алыс жерден жер алды.
мүліктің әрбір түрінің иелену мерзіміне қатысты өзіндік шектеулері бар ғой. Бұл мәселеде бүгінгі күні өте өзекті, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Мысалы үшін белгілі бір адам жекеменшік тұрғын үй салды дейік. Оның өзінің бір 3 жылдық шектеуі бар. Егер сол 3 жылдан асып кеткен мерзімде қандай шара қолданылады? Мысалы, мен үй салдым дейік. Ешқандай құжат жоқ. 3 жылдан кейін үйді бұзу керек деп айта ма? Қазіргі заң талаптарына сай 3 жыл беріледі уақытша пайдалануға, жалға деп айтуға болады. Сол уақытта үй салынған жағдайда, ол заңдастырған жағдайда келешекте ол сатып алуға құқылы. Бұл жерде мына жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша 2 жағдайы бар. Ешқандай құжат алмай салып алатындар бар. Оның жағдайы заңдастыру тетіктері басқа. Сонымен қатар жаңағыдай 3 жылға алып, одан 3 жыл бойы ештеме салмаса, жаңағы жалға алу келісім шарты ары қарай жалғастырылмайды. Жер келешекте қайта басқа біреуге 3 жылға жалға жеке тұрғын үй салу үшін беріледі. Ал енді екінші жағдайда ол әкімшілікпен ешқандай келісім шартқа отырмай жер салып алған жағдайда, ол жерде заң талаптарына сай құрылыс бұзылуға жатады. Осы салған адамның есебінен. Бұл жерде азаматтық кодекстің 244 бабын қолданып, жергілікті атқарушы орган жерді үй салу үшін беруге болады деген шешімге келсе, оны беретін болса, онда сот арқылы сәулет және қала құрылыс бөлімдері осы жерге мына салынған үй заң талаптарына сай деп тапса, сот онда меншік құқығын табуға болады. Өз бетінше салынған құрылысқа жеке меншік құқығын тану туралы шешім шығарып беруі мүмкін. Осындай жағдайдар біздің ауданда көп кездеседі. Бұл енді қазіргі таңда жерді алып салып атқандар емес, бұл жерде көбінесе Совет одағы кезіндегі салынған үйдер кезінде ешқандай заңдастырылмаған, оларда құжат жасалынбаған, үй тұрғанымен физикалық тұрғыдан заң талаптарына сай емес, құжат жоқ. Сол себептен олар қазір өз бетінше салынған құрылыс ретінде заңдастырып жатыр. Біздің сотта енді ондай істер көп деп айта алмаймын, бірақ бірен-саран кездесіп жатыр. Әкімшілік ол жерді үйге берілуге болады деп шешім шығарып бергеннен кейін, және де сәулет қала құрылыс бөлімдері осы үйдер тұруға жарамды деген қорытындысын бергеннен кейін, біз сот шешімін шығарып беріп жатырмыз. Жеке меншікті танып беріп жатырмыз осындай азаматтарға. Қоян қолтық бірге жергілікті атқару органдарымен жұмыс істейміз. Сондай мәліметтерді олар қашанда осын жинап тұрады, бізге айтып тұрады. Сол себептен біз оны біліп отырамыз, және де сондай шешімдерді шығарып, заңдастырып беріп жатырмыз. Даният Дидарбекұлы, жалпы үлестік тұрғыдан алғанда қанша пайызы халықтың пайдасына шешілді? Осы мәселені айта аласыз ба? Қорғалжын ауданы бойынша көбінесе біз халыққа заңдастыруға мүмкіншілік беріп жатырмыз деп айтуға болады. Заңдастырам десе, жылжымайтын мүлігім, біз оған қолымыздан келгенше көмекті жасап жатырмыз. Өйткені менің түсінігім бойынша заңдастырғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және оны одан әрі пайдалануға қатысты жұмыстарды кім ұйымдастырады? Нақты мысалдар арқылы айта аласыз ба? Иә, заң талаптарына сай, азаматтық кодекстің қағидалары бойынша бұны жергілікті атқару органдар іске асырады. Енді атап айтқанда біздің ауданның әкімшілігі бұл бойынша бізде өте үлкен жұмыс жасалынып жатыр. Аудан орталығында қақ ортасында деп айтуға болады. 5 қабатты 97 жылы қалтырылып кеткен көп пәтерлі ғимарат бар. Сол қазір ауыл тұрғындарына, әсіресе кішкентай балаларға қауіп төндіріп тұр. Өйткені ол қазір қаңырап, кіретін дәліздері, сонымен қатар кейбір жерде де плиталары құлап, қолайсыз жағдайда тұр. Соны қолға алып, әкімшілік коммуналдық меншікке түсу туралы жұмыстарын ұзақ мерзімде жасап жатыр. Бірінші оны есепке қою керек, 1 жылдан кейін бірақ сол арызды береді. Сол арыздарды қазір есепке қойып, арыздарды беріп, сот шешім шығарып, енді келешекте коммуналдық меншікке түсіп, бұл ғимараттың тағдырын атқарушы біздің билік шешеді деп ойлаймын. Өйткені келешекте осындай ғимараттар тұра берсе, жергілікті азаматтардың, тұрғындардың денсаулығына ғана емес, өміріне де қауіп келтіруі мүмкін. Тағы да басқа да нысандар бар. Содарға қазір көңіл бөліп, оларды да есепке қойып жатыр. Даният Дидарбекұлы, биыл қазақ елі үшін үлкен мерейлі жыл. Ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздіктің 30 жылдығын санаулы күндерден кейін атап өтеміз. Жалпы тәуелсіздік тәтті ұғым дейміз.
Ол айтуға ғана оңай. Сіз үшін тәуелсіздіктің жемісі дегеніміз не? Тәуелсіздіктің жемісі дегені енді біздің еліміздің ел болып, өзімізді өзіміз қазір танып, өзіміздің тілімізді көтермелеп, өзіміздің мемлекетімізді әлемдік аренаға шығарғаны үлкен табыс деп ойлаймын. Сонымен қатар енді менің түсінігімде халқымыздың, еліміздің игілігі қазіргі таңда енді әл-қуаты көтеріліп, келешекте қойылып атқан мақсаттарға жетеміз деген ұмтылыс осы бір үлкен жетістіктердің бірі деп ойлаймын. Енді көш жүре түзеледі деп айтады ғой, бір күнде бәрі бола қоймайды. Тарихи жағдайларды айтсақ, Моисей 50 жыл бойы өз елін құлдық психологиядан арылтам деп шөл далада өмір сүрдірткен екен. Сол себептен де біз де сондай дәрежеге бізді келешекте жетіп, алып елдердің бірі боламыз деген үміттемін енді. Егемендігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Отбасыларыңызға бақыт, барлықтарыңызға денсаулық, еліміз әрқашанда биіктен көріне берсін. Оның ішінде біздің Ақмола облысы әрқашанда Қазақстанның облыстарының бірінші қатарларында болсын. Данияр Дидарбекұлы, мынау жылжымайтын мүлікті заңдастыру қағидаларын жіліктеп айтып бердіңіз. Қашанда қарапайым халық соттан әділдік іздеп келеді. Сол жұмыстарыңызға әрдайым береке берсін. Бүгінгі біздің бағдарламамызға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.